Бүгінгі біздің педагогикалық идеялар заманауи білім берудің жаңа технологиялары атты ғылыми тәжірибелік конференцияда ұсынатын тақырыбым қазақ тілі сабағында заманауи технологияларды пайдаланудың маңызы деп аталады. Менің таңдаған тақырыбымның мақсаты, міндеті және өзектілігін айтып кетсем, бірінші мазмұнына тоқталып кетейін, яғни кіріспе бөлімінде менде бұл жобаның мақсаты, міндеті және өзектілігі туралы айтылады. Негізгі бөлімде қазіргі кездегі қазақ тілі сабағында заманауи технологияларды қолданудың артықшылықтары және кейбір қиын кезеңдер туралы айтып кетемін. Және екінші негізгі бөлімнің тармағы, ол менің қазір осы 2-3 жыл қатарынан жаңағы сабақ барысында қолданып жүрген Wordwall онлайн платформасындағы оқушылармен жүргізіп жүрген тәсілдерімді көрсеткім келеді. Және қорытынды пайдаланған әдебиеттер және соңында өзімнің осы платформада қолданылған тапсырмалардың бірнеше түрлерін салып қойдым. Ғылыми жобамның мақсаты, яғни қазіргі таңда білесіздер барлықтарыңызда неше түрлі заманауи технологиялар, жасанды интеллекттер, онлайн платформалар күннен-күнге даму үстінде. Соны өзіміздің сабағымызда қолданып, сабағымыздың сапалы және оның білім сапасының артуына, оқушылардың қызығушылығының артуына әсерін тигізу болып табылады. Менің ғылыми жобамның міндеті осы неше түрлі технологияларды, солардың түрлерін салыстыра отырып, саралап, өзіме қажеттісін, өзім күнделікті сабақта қолдана алатындарымды саралап білу және соны тек қана айтып қана қоймай, іс жүзінде соны қолдана білу міндетім. Және соны қолдана отырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, оқушылардың білім сапасын көтеруіне сәл болса да әсер ету, сол менің ғылыми жобамның міндеті болып табылады. Өзектілігі, ғылыми жобаның өзектілігі, әрине бұл тақырып өзекті деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда тек қана педагог қана емес, барлық білім беріп отырған оқушылар цифрлық сауаттылықты және неше түрлі онлайн платформалар, жасанды интеллекттердің барлығымен таныс. Бізде қазіргі заманға сай сол платформаларды еркін меңгеріп, оларға кері байланыс бере алуымыз керек деп ойлаймын. Және әсіресе қазақ тілі сабағында қазақ тілін меңгерту жолында осы технологияларды қолдану ол өзекті тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Ал енді осы заманауи технологияларды қазақ тілі сабағында қолданудың артықшылықтарына тоқталып кететін болсам, яғни оқу процесі сабағымыз тартымды және қызықты болады, оқушылардың белсенділігі артады, ақпараттық коммуникациялық құзыреттіліктер дамиды, оқытудың көрнекіліктері неше түрлі тәсілде болады. Және біздің күнделікті сабағымыз, дәстүрлі сабағымыз әртүрлі стильде өтеді. Және мұғалімнің уақыт үнемдейміз. Уақытымызды үнемдей отырып, оқытуды жеңілдету ол осы технологиялардың артықшылығы деп ойлаймын. Және кейбір қиындықтары да туындауы мүмкін әрине. Яғни мысалы, перфетті заңы деп айтады, 80-20 біз кез келген нәрсенің өзінің жаңағы қосымша артықшылығымен қиындылығында жаңағы кемшіліктерін біле алуымыз керек. Кейбір кезде мысалы бізде интернет желілері болмай қалуы мүмкін. Немесе кейбір жаңағы қазіргі кейбір жасанды интеллекттерде немесе платформаларды біздің қазақ тілінің қате берілуі мүмкін, ақпараттардың немесе дыбыстардың дұрыс жазылмауы. Және де мысалы сабақтың барысында көбінесе күнделікті қолдана бермейміз, әрине ол. Себебі бізде дағдылар әртүрлі болғандықтан, мысалы оқылым дағдысы болады, айтылым дағдысы, жазылым дағдысы, тыңдалым дағдысы деген сияқты. Солардың әрқайсысына тоқталамыз, бірақ сабақтың барысында осы технологияларды қолдануға тырысамын. Енді осы жаңа айтып өткен артықшылықтардың ішінде нелерге тоқталсам болады. Яғни жаңа айттық, оқудың тартымдылығы деді, яғни оқуымыз біздің біліміміз қызықты өтеді, неше түрлі элементтерді қолданамыз. Ол жерде бала тек қана айтылымды ғана айтып қоймайды, жазылымды да жаза алуы мүмкін, немесе өздері отырып онлайнда орындауы мүмкін. Яғни осы неше түрлі әдіс тәсілдерді біз осы бір технологияның көмегімен баланың бойына сіңіре алуымызға болады. Және мен регламент сақтау үшін, яғни мынаның барлығы технологияны қолдану кезінде мысалы қауіпсіз орта дейді. Кейбір оқушылар мысалы тақтаға шығып өзінің білімін
немесе өзінің ойын айтуға қысылуы да мүмкін. Яғни осы технология арқылы біз мысалы кейбір кезде оқушыларға ссылка береміз, немесе оқушыларға тарқатып береміз. Сол арқылы оқушы өзінің ойын емін-еркін өзімен өзі отырып бізге ұсына алады. Яғни кейбір бес саусақ бірдей емес, оқушы әртүрлі деңгейде. Кейбірі өзі жаңағы ортаға шығып қысылуына байланысты сол отырған кезде тапсырманы бізге дұрыс жеткізуі мүмкін. Сол жағынан да технологияны, заманауи технологияларды қолданудың пайдасы бар деп ойлаймын. Яғни өзін көрсетуі дегеннің бар, осы оқушылардың эмоциялық жағдайға әсер етуі қазіргі заманауи технологиялар. Және қарым-қатынас және ынтымақтастық. Оқушылар сондай мынандай жасанды интеллект, технология, онлайн платформаларда жұмыс жасаған кезде көбінесе олар бірігіп, бір-бірлеріне көмектесіп, сондай емін-еркін өздерін ұсына алады ортаға сабақ барысында. Ол да осы оқушылардың эмоциясына әсер етеді. Енді өзім нақты қазір неше түрлі платформалар бар. Өткенде осы жаңағы Гүлманова Жақсыбаева айтқандай, педидеяға барған кезде менде осы орталық платформасымен себебі 2-3 жыл өзім жұмыс істеген нәтижесін көрген, жаңағы өзіңіздің әдіс тәсіліңізді әкеліңіз деген сондай критерий қойылғандықтан осыны алып барған. Себебі мен осы орыс сыныптарына қазақ тілінен берген кезде көбінесе жаңағы әртүрлі тапсырмалар орындаған кезде осы платформаны өте көп қолданамын. Қазір неше түрлі онлайн платформалар шығып жатыр, бірақ негізі құрылымы бір-біріне ұқсас. Бірақ мен өзім осыған енді үйренгеннен кейін осыны ұсынып отырмын. Бұл жерде неше түрлі шаблон бар, дайын шаблондар. Дайын шаблондардың ішінде дайын тапсырмалар да бар. Google-ға жасап, кез келген тапсырманың тақырыбын жасап, бұл жерде дайын бізге тапсырмалар шығуы да мүмкін. Бірақ мен негізі осы Wordwall платформасын тапсырмаларын бәрін өзім құрастырамын. Өзім жаңағы өткен тақырыбыма байланысты құрастырамын. Және әсіресе орыс сыныптарына мәтінмен жұмыста өте көп қолданамын. Мәтінмен жұмыста бірінші жаңа сөзден бастап, жаттаудан бастап, сол жаңа сөздермен сөйлем құрастыруға, сөйлемнен мәтін оқып, мәтінге сұраққа жауап беруге, мәтінді баяндауға осы Wordwall платформасындағы неше түрлі қосымшалар маған көмекке келеді. Қазір солардың әрқайсысына тоқталып кетсем, мен мына жерде осы өзімнің қолданып жүрген сабақтарымдағы барлық жаңағы шаблондардың жиынтығын қойдым. Мен мына жерде қайсысы қалай келетінін білмеймін, бірақ мен мына жерге шығарып алып келдім. Сіздерге түсінікті болу үшін. Негізі бұл Wordwall платформасы ақылы және тегін түрі бар. Тегін түрі 5 шаблонды қолдануға ғана жетеді. Ақылы түрі 5-тен одан жоғары шаблондарды қолдануға жетеді. Және оның ішінде тек қана қолданып қана қоймай, оны басып шығаруға сізге көмектеседі. Мен сол ақылы түріне жазылғанмын, себебі ол маған өте тиімді, және ол қымбат та емес, $3, жаңағы бір айда 1,5 теңге ақшамыз кетеді. Мысалы, мына жерде мен кез келген ашып көрсетейін. Бұл жерде викторина деген мен көкөністер деген тақырыпта 2-ші Б сыныбында осыдан 2 жыл бұрын жұмыс істеген кезде оларға бір сабағында анализін айтқан еді. Негізі бастауыш сыныптың оқушылары олар менен көргенді көзбен көріп, суретпен көріп, одан кейін айтқанды тез есте сақтайды деп. Сол себепті менде суреттермен сол кезде толықтырған едім. Яғни ол мынандай орталда ол қазір басқаша шығады, ал оны біз оны распечатка жасап, басып шығарып, осылай да тапсыруға болады. Егер мысалы кейбір кезде бізде интерактивті тақта істемей қалуы мүмкін, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, сол кезде мен оны міндетті түрде оқушыларға шығарып беремін. Басқасына жазып қойдым, сен ашып көрдім. Мына мысалы сол бастауыш сыныптардың жаңағы сөйлеммен берілген дейді, тапсырмалар. Енді мен бірінші сөздерден бастайын деп ойлаған едім негізі. Негізі сөздерді қалай меңгертеміз дегенге келейін деген едім ғой.
сөздерді меңгерген кезде ол жерде неше түрлі шаблондар бар, бірақ мен соны өзімнің сабағыма тәсіліне қарай ыңғайластырып алғанымды айтқым келеді. Мысалы, мен сөздер әр сабақта біз 10 сөзден өтетін болсақ, қазақ тілінде әр тақырыпта күніге сол тақырыптағы сөздерді мен оларға жаттауға беремін. Мысалы, ертесіне біз ол жерде үлестірмелі карта деген бөлімі бар, сол жерде оларға карта арқылы сұраймын бірінші, екінші мынандай сөздік арқылы сұраймын, яғни олар бұл жерде сөздерді табады және мына жаққа аудармасын жазады. Немесе мысалы ағылшын әріптер деген сияқты бұрындағы біздің тәсіліміз бұрыннан келе жатқан, бірақ бұл да дайын түрде біз мысалы біз осыны құрастырып отыратын болсақ, уақытымыз кетеді, ал мен ол жерде тек қана сөздерді жазамын, ол бізге бәрін әріптердің бәрін орнына ауыстырып дайындап береді. Және негізі сөздіктер былай аттарымен де шығады, бірақ негізі аты жөні жоқ күйінше мен беруге тырысамын. Одан кейін мысалы осыдан кейін біз сразу бірден жаңағы сөйлеммен жұмыс жасайтын болсақ, сөйлеммен жұмыс жасаған кезде мәтін беріледі. Мәтін ішінде мен мысалы бір мәтін беретін болсам, сол мәтін ішінен 5 сөйлем аламын да, сол 5 сөйлемді ішіндегі сөздерді шашып тастаймын да, содан олар сөйлем құрастыру керек болады. Яғни сөйлемді сөздерді орын тәртібі арқылы орнына орналастыру. Яғни ол да бірден мәтінмен жұмыс болып кетеді. Яғни бұны да бала тек қана сөйлемді құрастырып қана болмайды, ол мәтінді біледі және сөйлемді айта алады, орын тәртібіне қоя алады. Және ол жерде неше түрлі мынандай сөз жұмбақ құрастыру, барлық тапсырмаларын өзіміздің қазақ тілге сай етіп, жаңағы өзгертіп отырмын. Сөйлемді толықтыр дегенде бар, арасында мысалы бір сөзді қалдырып кетіп, сол сөзді мына жерге бірнеше нұсқасын беріп, соның ішіне оны талдап ішіне жазып алады. Сөз жұмбақта да сұрақ қоямыз, сол мәтін бойынша мына жерде жазылым дағдысын орындайды. Және айтылым дағдысын орындағым келсе, сұрақ қоямын да, сол сұрақтың артында бірден жауап тұрады, оны жауабын айтады, немесе жазылым дағдысын орындағым келсе, сұрақты астына жазып береді. Және тек қана мәтінмен ғана емес, оның ішінде грамматикалар барлығын өзгертіп қоя беруге болады. Әр сабақта әр өткен грамматикамыз бойынша сол платформада қайталап отырамыз. Бұл қорыта айтатын болсам, яғни заманауи технологияны қолдану әр педагогтың мақсаты мен міндеті деп ойлаймын. Өзіңіз осылардың методика енгізіңіз ба? Әйтпесе көрдіңіз бір баланы анализ жасап көрдіңіз, осы бала арқылы дайындаған бір бала бір нәтиже мониторинг жасап көрдіңіз ба? Негізі мен әр 90 сайын мысалы біз кемінде 50 сөз өтеміз, әр 90 соңында айтылым болған кезде мен осы орталық платформасында әр өткен 10 сөздің бәрін қосып бірінен кейін қосып отырып 90 соңында сол айтылым бойынша сұрап шығамын. Және диагностика мына жерге істеген жоқпын, бірақ мысалы оқушылар орын алып жатқандығы қазақ тілде, соның барлығы соның жетістігі деп ойлаймын. Енді үйреткені айтса, тек қана бұл ғана емес, бұның ішіндегі тек қана бұмен ғана жұмыс істеген емес, жаңа айттым ғой, әр нәрсенің өзінің тиімділігі оқушылардың қызығушылығын арттырады, зеріктірмейді, оқушылардың сабаққа деген ынтасын жоғарылатады деп айтамын. Орталықты бізде көп қолданамыз, негізі сообщество деген болады, соның ішінде банк ретінде тұрады, сіздің тапсырмаларыңыз. Қай жерде болса да айқын ашып пайдалана беруге болады. Иә, болады, мен де айтамын. Дайындап те алу оңай. Дайындап те обязательно. Любая нормальная работа. Өзімнің ең бар.